киіз үйлер, осы киіз үйлердің артында сөздер жазылған. Оны топтарының аттарын қауып басты. Шығармадағы эпизодтар мен бейнелерді салыстырады. Және әдеби шығарманың эстетикалық құндылығы мен шағын сыни шолу жазатын боласыңдар. Ал енді балалар, сендерге әрбір топқа қазір сәлем келе келеді. Қане, үш топқа бірдей сәлемдеме келді. Сәлемдеменің ішінде қандай сұрақ бар? Көрейікші ғана екен. Қане, топпен бірге талқылайтын боламыз балалар. Сұрағымыз тыныш. Ол сұрақтар былай екен. Оқып көрдік па? Қанеке, жамаға оқып көрші сұрағыңды. Бірінші сұрақ, бірінші топтың сұрағы қояды. Тыныш. Үміт сөзді алғызлашы. Үміт сөзі. Сағыныш сөзі. Ал қазір дайындалып отырыңдар. Екінші топқа сендер екінші топ үмітті қалай түсінесіңдер. Үшінші парызды қалай түсінесіңдер. Ашамыз. Кәлемге кестес бойындар. Кім ашады? Кері жылдан топтасып, кестес. Осы сөздердің барлығын ашу керек. Өз топтарының сағыныш тобы, үміт тобын жылдан ашады. Келесі. Сендер ауызша айналған бірінші тыңдар. Бірінші топ, сағыныш тобы. Үшінші топ тыңдар. Міндетті іске асыруды қалыптасқан роль. Күнделікті іс-әрекетті арқылы елімізге қайырылып парызын орындау. Дұрыс. Келесі топ дайын ба? Болдар тез жылдан. Кәне, сағыныш тобы қалай айтасыңдар сіз? Тез айтамын. Тыңдайық. Құрыларына, отанына, туған жерге, байтақталаға, достарына, ата-анасына деген сағыныш. Жақсы. Келесі топ. Бізде әрбір топты бағалап өтеміз. Қанеки, бір-бірімізді бағалайық. Алдымызда мынадай бағалау бар. Шаңырақ арқылы, шаңырақпен кесте жылдан мына топты бірінші топ көрсете қойыңызшы. Сендер үміт тобын бағалайыңызшы. Неше балмен бағалаймыз? Мына жерде бағалауды айтпақшы, ескеректерге қарашы. 2 балл бар. 2 балл бағалау керек. 2 балл. Мына жерде бәріне 2 балл, 6 балл беріледі. Ал сендер барлығымыз 2. Бірдей көрсетіңіз. Жақсы. Келесі сендер де 3 балл өтіп жатсыңдар. Жақсы. Ал суреттер сөйлейді әдісі. Мына жерде біз өткен тақырыпты қайталау, өткенді пысықтау мақсатында біз қай жерге келдік, қандай тақырыпты өтіп жатырмыз? Суреттерге қарайықшы. Кім жауап береді? Ол тез сұрады. Мынау кім? Ол қай әңгімені жазды? Сонымен қонақтар әңгімесін жазған автор екен. Ал мына жерден суреттерге қарап бір-бір есімізге түсірейікші. Мынау кім еді? Ерғалы шал. Не істеп жатыр? Баласын ұйып отыр. Діназ, орынға топ кесте шығып жауап беріп, бір-біріміз тыңдайық. Ол маңға барып, өзінің ойын ұлын күтіп, сағыныш ұзағынан күтіп жүрген кезі. Мына жерде де сол, қалай бұл жерде? Күні-түні ойлап, сол қатты сағынғанның белгісі. Ал мына жердегі диалогқа түсіп, әңгімелесуі және не істеуі?
аружан оңан тұрып тез айта ғой. Немерелердің бауырына басып, алқалысы келуі туралы айтып жатыр екен, әңгімеде. Ал мына жерде ше, келді ма? Келді мына жерде. Кім мынау? Біреу Сапабек, жаңағы Ерғаныл ата, не істеді? Сапабек қаладан келді ма? Қаладан келгенде ол қай жерде келді ол? Курорттан қыдырып келді. Және не істеп жатыр екен? Не әңгіме айтып жатыр? Не істесіз? Аружан айта ғой десе ма? Олы курортта келгенде Италиядағы басқа елдер туралы ошақ ойламады. Атасына ол ұнамады, оқу оқығанымен отбасын ойламады, солай ма? Мына жерде Қонақтар, және бір күнде айта қояды, тез жылдан. Ағып айта қойшы. Бұл жақта қонақтардың бәрі келіп, сосын Сапабектен және де оның әйелін Томанбекке әңгімелеседі. Енді мына жерде не істеп жатқан? Тез. Сапабектерді ана жерде оның жеңіс деген ұлы және де Сапабек және қасындағы Томан. Қонақтарды шығарып салып жатыр, солай ма? Қонақтар кім өзі? Қонақтар неге болған? Ауыл қонақтарына. Ауыл қонақтары. Тома, ол қонақ болып неше күнге келді? Бір күнге келіп, өз үйіне бір күнге келіп, бір күнде кетіп қалды, солай ма? Оның ата-анасы 20 жыл болады болған, жақта Сапабек келді да ауылға бір күн қалды да, сосын біз кетеміз. Асығыс бірде кетеміз деді. Оған әкесінің несі, көңіл күйі қалай болды? Әкесінің көңіл күйі болмады. Өйткені бір күнде ғана келді. Сапабектің баласы Жеңіс қазақша түсінбеді. Және қосып алатыныңыз бар ма? Тез жылдан. Кім бар? Тез. Ата-ананың үмітін ақтамағаны үшін қағылды, қынжылды, соған күрсініп жатыр. Немересін тастап кетпеді, солай ма? Немересін не үшін тастап кетпеді? Ол айта қойшы. Үлкен ауылда болып кетіп болмады. Солай, сөйтіп ата-ананың борышын ақтамағаны үшін қатты естеді. Ашуланды, күрсінді. Ал бізде кеттік бірінші тапсырмада жеке жұмыс, алдарына жеке жұмыс істетуге беремін жылдан. Жеке дәптеріңе алып жақтық көзіңдерді ғой достым. Жеке кез бәріміз жеке істейміз, жеке. Жылдан орындай қоямыз. Жылдан орындаймыз. Барма тез жылдан бағалаймыз, сосын жеке жұмыс әртүрлі істеу керек. Бұл жерде шартын айтып кетейін айтпақшы балалар. Бұл жерде Вен диаграммасы. Оны білеміз біз. Бұл Ерғалы мен Сапабектің әңгімеде кейіпкерлер Ерғалы мен Сапабектің несі айырмашылық және ұқсастық жақтарын табу. Әңгімеде ұқсастығын табамыз жылдан.
Тез болып барамыз, тез болып. Тыңдайсыз болып. Неше дискриптордан неше балл жинау керек? 3 балл. Біріншіне ең ауылға 1 балл, айырмашылығымен 1 балл, ұқсастық жағына 1 балл, соны 3 балл. Бұл шешу. Жеке жұмыс кесте жазылып, тез тыңдайын, тыңына уақыт кетті. Тілін азырайын екен. Ал Михаил қарт айырмашылығы. Көп сөйлейтін қарт оқымаған Сапарбек айырмашылығы. Қаладан келген жігіт оқыған көп сөйлейтін ұқсастығы бір орында тұратын ұлышын күрісті. болды, уақыт кетті. Нені қаламызды қоямыз, бітті. Келесі тез болды. Кеттік. Тыңдайын. Дінәсті жақсы, ал қабылдаймыз. Кәмелаға тыңдайын. Болды. Тыңдайын. Қалғаннан қаламды қоямыз, болды, уақыт кетті. Қарттың айырмашылығы баласы көпке қарт және де ауыл тұрғыны оқымаған. Сапарбектің айырмашылығы ата-ананың үмітін ақтамаған және де оқыған, ал ұқсастығы екеуі де ер бала және де туысқандар. Бір беткей деп қойсақ та болады, екеуі де мінезден қайтпайтын. Сағынатын кәрі айырмашылығы сағынатын кәрі көктемесі оқылаған. Сапарбек айырмашылығы сағынбаған, жас оқыған көктемейді. Оқыға әкесінің баласы екеуі де білмесі. Иә, өте жақсы. Жайын екен ал сезім. Тыңдайыз болды. Көп сөйлейтін оқыған ауыл тұрғыны қарт. Сапарбек оқыған көп сөйлейді. Жан-жақты сарып бала жігіт. Өзімші. Ұқсастықтары ер адам, әке бала, туыстар айтқаннан қайтпайтындар. Жақсы, жарайсын. Алып кетті. Келесі. Аманшылық, шыншылық, өз немерелерін жақсы көреді. Ұқсастығы жақындастар балуға. Сапарбек айырмашылық, Енді балалар дискриптор бар, бір-біріміздің ауыстырамыз, сесесіз бағалаймыз, мамандар осы бағаны келеді. Тез жылдар. Бір-біріміздің ауыстырамыз, бір-бірімізге баға қоямыз. Сосын, осы жерге бір шетіне аттарыңды жазыңдар, тез ауыстырамыз. Шеттеріне аттарын жазып қойыңдар, сосын бере қойыңдар. Енді балалар осындағы барлығымыз бірге экранға қараймыз. Қалай дұрыс жауабы қалай екен, қазір көреміз. Сендер қалай жауап бердіңдер, дұрыс па, дұрыс па? Еғабыл, ауыл тұрғыны, қарт, оқымаған, көп сөйлейтін қарапайым жан. Солай ма? Келесі, Сапарбек, қала тұрғыны, жас, оқыған, өзімшіл, көрінісі өзекші еді. Солай ма? Келесі, бұл жерде ортасында неді бала? Айырмашылығы, екі жағында айырмашылығы ортасы ұқсастығы. Ұқсас қасиеттері қандай? Әкелі балалар, туыстар, ер адам, айтқаннан қайтпайтын бір беткей. Дұрыс па? Осылай жазыңдар деп ойлаймын. Қазір көреміз. Келесі тапсырма, екінші тапсырма өтеміз. Дискриптор арқылы жаңа 3 балмен бұл бағаланды. Сәйкестендіру әдісі. Сәйкестендіру әдісі. Сендерге топқа қазір қай жерден ашылса көреміз, ашылмаса WhatsApp топтарымызға Ворколдың несі жіберілді. Ворколдан тапсырма. Сәйкестендіру бойынша. Бүгін бағада біздің мақсатымыз қандай еді? Өзі әңгіменің несін қарап еді? Идеясы нет өзі? Адамгершілікті мәселесін көтеру. Ал тақырыбы қалай? Тақырыбы қалай? Тыныш. Отбасы, қара шаңырақ туралы айтылған еді. Енді
Бізде мақсатымыз қандай? Әңгіменің есін алу, құрылымы. Солай емес па? Бағана суреттерде қалай оқиға басталды, біз көрдік қой өткен тақырыпта. Енді біздің мақсатымыз шығарманың композициялық құрылымын табасында. Енді бұл жерде жұптық жұмыс, екеуара кестесін қарап келе қалашта. Жұптық жұмыс, тыныш. Жұптық жұмыс орындандар. Ал телефондарын алып, телефонда гол платформасында аша қойыңдар. Кімде егер телефонда ашылмай қалса, қағазға орындаса болады. Кімде гол ашылды, істегенде достар, ашыңдар. Топқа жібердім, жаңа WhatsApp топына жібердім. Кім ашады, сол егер ашпаған бала қағаздан орындай қойсын. Сәйкестендіресіңдер. Егер ашпаған балаға қағаз беріледі, мынау әңгіменің басталуы қалай еді, әңгіменің дамуы қалай еді, соның астында сендерде дискриптивтар бар, қараңдар. Кесте сәйкестендіріңдер қалдар. Сәйкестендіру. Қағаз, егер ашпаған балаға қағаз беріледі, міне мынандай тапсырмаға, міне сәйкестендіру. Қане, тез бол. Балалардан болып болда, соңында балын көрсетіп тұрады, кім қанша бала алғаны. Солай. Тез жылдам. Әңгіменің басталуы, одан кейін дамуы. Қалай дамуы? Сен де ашпаса қалай дамиды болда? Кім ашпады? Саят ашылады, сезім ашты. Жарайсыңдар, кәнеки, кімде айғанымды ашып тұр. Мен сосын бағалайды. Сендерде кім ашпаяды? Ашпадыңдар ме? Сенде телефонда егер ашылмаса, мына қағаздан орындайсың. Сәйкестендіру. Ашылса қараңдар, орындай беру. Сендерше ашалмадыңдар, ашалмаса қағазда орында, тез жылдан баға қояды. Орындарда неше бал алды? 5 бал. Ал, сендерше? 6-дан 5, 6-дан 6 бал. Неше? Балыңды көрсетші маған. Неше бал? Әлі істеп атыр. 5 бал алды. Сенде 5 бал. Кімде бал? Сен қағаз орындадың. Аты жөнін жазып қойыңдар, қағазға орындадың. Міне тұрған бәрін бар. Қане кім істеп атыр ма тоқтар? Неше бал алып тұрамадың? Мен 4 бал. Сен 4 бал алып. Арнан 5 бал алып. Сен ше? Сендер қағазға сәйкестесің. Ал сендер ше? Ерлан, неше бал алдың? Істей алдыңдар? Істей алмадыңдар? Қағазға істеші, мен қалай бағалайын, қазір кестесің. Сәйкестендіріп қоя қоясың. Жылдамсың. Сен ше? Өзі орындасың. Әне, сен неше баланың? 5 бала. Жарайды. Мен оны көріп отырамын, кімнің неше бала алған. Қағаздарды жинаймыз, енді ашқанымыз жазып қоямыз, бір шетімізге әкел. Телефонға кіре алмаған, жаңағы платформаны аша алмаған балаларға әкел оңды. Ат жөнін жаздың ба? Әкел, тез шыққан. Қалғандарыңызда тыныш. Бол. Әкел. Бол. Ау. Басқа тапсырмамай шатап кетпесін. Әкел, арқап қысай. Болды. Ал жарай. Енді барлығымыз орындап болды. Енді қараймыз, экранға назар аударайық. Тыныш. Енді әңгіменің басталуы қалай еді? Тыңдаймыз. Сәйкестендіру әдісі бойынша тыныш. Кім тағы? Кестеші бар?
Орнынан тұрып айтшы, кім? Ералы. Әңгіменің бастауы Ерғабыл шал мен кемпірдің әңгімесінің ата-анасы саламшы. Дұрыс па, қазір көреміз. Кел жылға. Дұрыс па? Дұрыс. Дұрыс. Алаңа тапшы. Байғаны суы. Бірінші, екінші әңгіменің дамуына көтеп тұр. Дамуы. Екі. Ерғабылдың қойдан келген баласы алу адамдары қонақтардан қарсы алуы. Дұрыс па, балалар? Қазір көреміз. Дұрыс па, дұрыс па? Дұрыс. Келесі. Кеттік. Үшінші топтан, кел жылдам. Негізі жұптық жұмыс ет. Үшінші топтан, екінші топтан кім? Замира, кел жылдам. Тыңда, қайтаданшы, әңгімені. Қайсыға келеді? Жоқ, сен байланысты айтып шыға қайсыға келеді? Әңгімесі байланысы ғой, нейді? Әңгімелеріміз жалғаспау. Қане, дұрыс-дұрыстан анықтаймыз тағы. Дұрыс екен. Ал, мақсат. Шиеленің суы. Қаладағы басының келуі Сапарбектің әңгімесі. Дұрыс па, дұрыс па тағы. Дұрыс. Ал, Ағеке. Шарықтан шыққан қонақтарды шығарып салуы мазасы кеткен қар. Қане, солай ма көреміз. Енді, ал, Габдулла. Жылы Ерғабыл қасының бірінші көліндегі ойын аяқталмаған. Аяқталмаған емес, ақталмаған үміт. Үміті ақталды ма? Не болды осы жерде? Не істеді? Кімге? Баласына кімеді? Сапарбекке. Ата-анасының ақтамаған үшін ренжіді. Солай ма? Болды. Ал, енді келесі тапсырма бойынша дискрипті деп айтып кетейін. Оқиғаның басталу дамуына 2 балл, шарттау шегі, шиеленісуінің талдауына 2 балл, шешімін анықтауына 1 балл. Негізі 2 балл болып барлығы 6 балл жиналып береді. Енді қазірде көреміз тағы. Енді джиксо әдісі. Бұл жерде сіздерге беріледі. Үшінші тапсырма джиксо әдісі. Бұл топтық жұмыс. Тыңдап отырамыз қазір. Тапсырмалар қарайды. Бірінші парыз тобы мұқият қарап тыңдағандар. Ерғабыл мен кемпірдің балалардың келуін күтуі тапсырмасы келді. Парыз тобына. Үшінші топ бізде? Онда не істеу керек? Шалдың ой қолданыстарына, баласына деген сағынышы мен үмітіне тоқталу керек. Түсінікті? Әзір бастамай тұрамыз. Тыңдаймыз. Тек қалған келесі топ. Сағыныш тобы. Сапарбектің келуі. Ерғабылдың қуанышы. Ауылдастардың жиналуы. Сапарбектің әңгімесі. Ерекеге баласының әңгімесінің ұнамауы. Келесі. Үміт тобы. Қонақтардың аттануы, ерекенің туған жер, ата-ана, ата-баба, өмір, баласы туралы ой толғаныстары, арманы, Сапарбекке мен үміті. Келесі, енді бізде постер болмау. Ана плакатты ашамыз. Тез-тез. Тез-тез плакатты ашамыз. Тез-тез бірінші плакатты ашады. Осы жолға тапқырмен қойыңдар. Әртүрлі қаламдарға қолдансақ болады. Түрлі түсті қаламдарды қолданамыз. Тез жылғасын жазылады. Бұл тез уақыт кетті, тез жылға. Тез жазыңдар болсын. Не істеу керек еді осыда?
эпизодтан берілген эпизодтан ең түсіндік. 1, 2, 3 бітті уақыт. Уақыт кетті. Олдан. Қане кім дайын? Кел, кестесін. Кел. Екеуі, мақсыр екеуі қорғай қойыңдаршы. Кел, кесте шығар. Я, айтам. Я. Мақыры қайды. Оңдаймыз, қалғанымыз болмыз, жұмыста аяқтаймыз, қанекетсіздер. Балалардың келуін күтуі. Курорттан қайтып келе жатып, соғып кететіндігінен хабар берген. Жолына бір рет қана келіп кетер баласы Сыпабекті күткен әкенің ойы. Орманнан таратылған күтер тілі бар. Арманы таратылған күтер тілегі бар. Я, тілегі осылай. Кесте жылдам, келесі топ, кім дайын? Бұл ойында жақсы. Жарайды, көрішті. Күнгіш басқа топ кімдаймыз бұл? Қане айтамын? Қонақтардың аттары Ерғабылдың баласы Сыпабекке келуіне орай кембірі ауыл тұрғындарының қонаққа шақырады. Және де Сыпабектің келуіне мал шойдыртады. Қонақтардың бәрі жиналғанда Сыпабек келіп көлігінен түсіп, қасында дома әйелі ашық шашып киініп ала және де жеңіс баласы орыс көтінген. Соған орай Ерғабылдың көңіл күйі түсіндіреді. Жақсы жарайсыңдар. Ерлан, кел. Чистис бол. Қазір топты бағалайсыздар. Балдар жолдарындағы мынау шаңырақ арқылы бізге бір-бір балдар келу керек. Қалай қорғады? Чист бол. Рамазан, шыға ой. Бол. Ұстап тұр, жөнді. Мына жаққа кел. Ерлан, мына жаққа кел. Чист, тыныш. Тыңдаймыз. Сыпабектің келуі. Ерғабыл ұлының келуіне өте қуанышты болды. Баланың ата-анасының үмітін ақтамауы. Тоғыз және жетісін орысша сөйлеп, ауылда қалмағысы келгені еді. Солай кеткен орыс мектеп жоқ. Қалғысы келмегені, я. Келесі? Әне, Жақсы, жарайсыңдар. Ал, бұда олды жақсы. Жарайсыңдар. Ал, келесі кестен топтар бір-бірімізді шаңырақ арқылы неше бал беруіміз керек, сізден ескеректерде бір-бір бал. Қанекей, үміт тобын бағалайшы, үміт тобын сендер бал тобы. Екі бал бермей, бір бал бермей, бір балдан екі бал. Ең дұрыс, жалпы ұпай екі бал. Сендер неше бал? Бір ұпай. Қай топты бағалайсыздар? Қай топты? Сұрау дейміз, атын не? Парыз топ. Я. Бір, екі бал, бір бал берді. Ал сендерді қалай? Екі бал. Сендер кімдерді бағалайсыздар? Қай топты? Теші бал. Үміт тобын неше бал? Екі бал. Екі бал, екі бал. Ал сендер мына топты бағалайсыздар? Парыз тобын. Парыз тобы ма? Екі бал. Екі бал. Жарайды. Келесі. Енді жаңағы жерге инспектордың жауабы бар. Сводталау. Сводталау. Бұл деген бізде мақсатымыз қалай еді? Сыни пікір, сыни ой жазу, сыни ойлау. Сводталау қалай еді? Бірінші әңгімені бағана қорғаған плакаттарды өзгерсе шақырмаған еді. Қағаздарын кейін плакатқа қоймаймыз. Келесі. Қалай еді сводталау? Есіңізге түсіруші қане кім айтады? Бірінші қалай еді? Әңгіменің қай жағын талдайды? Жан-жақты сыни. Күшті жағы, күшті жағы. Кеткендердің жалпы, кеткендердің қане аңдамайды алды. Есімізге бір-бір баға салып кетейік. Уақытымыз балалар, білесіңдер, бұл жерде әңгімені біздер жан-жақты талдаймыз. Күшті жағын, әңгіменің әлсіз жағын, мүмкіндігі, қаупі. Кейіпкерлерге мінездеме беріп кетсек болады.
Сендер ойласын. Искренне көрсетіп қояйын деп едім сендерге. Міне, әңгіменің күшті жағын жазады, айтады бір бал, әңгіменің әлсіз тұсын жазады бір бал, әңгіменің мүмкіндігін көрсетеді бір бал, әңгіменің қауіпін жазады бір бал, жалпы 4 бал. Ол тез шығады. Жазыңдар, әлемде. Тез жан-жақты ойлаймыз. Бұл жерде әңгімені әртүрлі қырынан тез жылдам уақыт кетіп алған болды. Тез жасалыңдар. Жазса есте сол. Жәрдем беріңдер, ана бап кетті, атағын жаза беріңдер, ұшты жағын, сенің мұқты жағын жаз. Өте қандай идея келді бұл, тезде шығам. Қандай идея келді, тезде жазыңдар дейсіз. Мүмкіндігі әртүрлі қаламен жазсаңдар қайтамыз. Әртүрлі түсте қаламен. Күшті жағын уақыт кетті болыңдар. Оламыз тез жылғамыз. Болды балалар уақыт бітті бізге. Білім алып оқыған ол геолог болды. Әлсіз жағы жеңіс немересінің қалмағаны томады ашық қатын киігені. Ол қандай әлсіз жағына жатқызасыздар ма? Жарайды, кеттік, келесі. Мешіндігі Сахабек ауылда қалған кезде қазақ болып қалушы еді. Ол өткен орыс болды. Ауылда қалса,
қазақша білмеу сол кімнің? Сахабектің баласы кім? Жеңістің де Сахабектің де, иә. Өзі қазақ болады ма? Өз тілін, өз тілін білмеуі, өзге тілде сөйлеуі. Қарайсың, топ жебесің. Тез жылдан бойға шығыстез. Туап кетті. Болды. Сағыныш толы, тыныш. Атаның өзелесі жеңіс қалада оқыса білімді болады. Дегенмен қазақ болмасынан айырылған соң оны ақылды бала болып болатынынан күмәнданбаймыз. Келесі? Мүмкіндігі. Иә. Сапабек ата-анасымен ауылда бірге тұрғанда тәрбиені болар еді. Сапабек қартайған ата-анасын қалаға алып кетіп, отбасымен бірге тұрғанда жақсы болар еді. Әлсіз өкінішке орай жеңіс кішкентай бала ата-анасы ауылға ата-әжесімен Ізмирдің қаласында қалдырғанды әдеміді өте асылы құндылықтар мен ұлттық құндылықтарды байына сіңіріп өсер еді. Ол қабыл құндылықтарды, бойына сіңіріп өсер еді. Неден қайда қалса? Ауылға салса. Қауіпі отбасында дұрыс тәрбие көрмеген баланың әдепсіз, тәрбиесіз бала болып өседі. Қазақтың баласының өз ана тілін сөйлемей, өзге тілді сөйлеген көңілде қаяу сөйлеген. Тез бол, тез бол, тез жылдам. Асқа кім шығады? Кел, бір жағын астап тұр, әмір кел. Кел, дінәсін болыңдаршы. Ұйымшылдық танытамыз дедік қой, балалар тез жылдан болыңдаршы. Атаның Шығады. немересі жеңіс қалада оқыды, білімді болады дегенмен қазақты болуынан айырылған соң ona ақылды бала болатынын қараймыз. Әлсіз жағы Ерғабайдың өкінішке орай жеңіс кішкентай бала ата-анасы ауылға әжесімен қалдырылады. Қауіпті жағы отбасына дұрыс тәрбие көрмеген баласы әдепсіз, тәрбиесіз бола қойды. Қазақтың баласының өзі ата тілінде сөйлемеге өзге тілде сөйлегені көңілге қаяу түсіреді. Мүмкіндігі Сапабек ата-анасының ауылда тәрбие тұратында қазақтар тәрбиемен алар дейді. Қазақты тәрбие алар еді, егер ауылда тұрса, ұлттық құндылығымызды жоғалтпас еді. Отбасы құндылығы және ата-ананың мейірімін көріп өсер еді. Әдепті, ақылды, тәртіпті бала болып өсер еді. Ал бұл жерде қазір жауабын тағы бір көреміз. Мына жерде ықтимал жауаптары. Күшті жағы Ерғабайдың немересі жеңіс қалада оқыса білімді болады. Қазақы болмыстан айырылған соң оны ақылды бала болатынына күмәнмен қараймын. Әлсіз жағы тыныш балалар. Өкінішке орай жеңіс кішкентай бала ата-анасы ауылға ата-әжесінің жолында қалдырғанда әдепті отбасының құндылықтары мен құндылықтарды бойына сіңіріп өсер еді. Мүмкіндігі Сапабек ата-анасымен ауылда бірге тұрғанда қазақы тәрбиені алар еді. Қауіпі отбасында дұрыс тәрбие көрмеген баланың әдепсіз, тәрбиесіз бала болып өседі. Тәрбиесіз бала болып өседі дейді. Ал қазақтың баласының өз ана тілінде сөйлемей, өзге тілде сөйлегені көңілге қаяу келтіреді деген сурет деген жауабы еді. Ал енді балалар, біз сабағымызды аяқтаймыз. Айтпақшы үй жұмысына сендерге үйге тапсырманы бір рет қарап
тарап кетейік. Бізде тыныш, ой толғау жазып келу, қалай жазамыз бір қарап аламыз. Ол үшін үйге тапсырма, адам қазған шағын ой толғау жазып келу. Ой толғау былай болады, былай жазады екенбіз. Қабылданған жаңа және ескі түсініктердің арақатынасын ашу, оқылған материалдарды талдау және қорытындылау, тақырыптың мағынаны меңгеру барысын анықтау, мағынаны тану кезеңінде білімге сүйене отырып, бұрын және сабақ барысында не үйренгенін салыстырады, қарастырған тақырыптың мәні мол, түсін және өзіне қойылған мақсатты іске асыру үшін жаңа тақырыпты талдайды, қажеттісін іріктеп алады екенсіңдер. Енді біз үйге тапсырма қарт адам қазған шағын ой толғауын жазып келеміз. Енді жаңағы топ бойынша бағалаудың, бір-бірімізді бағалауды көрейікші қайтадан. Кестесі. Сендер де 2 балл, 4 балл жинау керек. Қауіпінде бірінші топты қалай бағаладыңдар? Сендер 4 балл, 3 балл беріпті. Үміт тобына, сендерде 1 балл. Сендер 3 балл, 4 балл бермейді. Сендер 2 балл беріп отырсыздар ма? Мына қарыз топына. Ал үміт тобына? Үміт тобына неше балл бересіңдер? 3 балл. Қарыз тобына 7 балл болмайды. 4 балл. Жоғары балл, 4 балл. Жарайды. Жақсы балдар, барлығымыз топта белсенді қатысқандарың үшін рахмет. Үй жұмысы міне жаңағы қарт адам қазына ой толғау жазып бересіңдер. Енді сендерге жанында өлең қоржыны бар. Әрбір оқушының алдында не бар? Асық бар. Қараңдаршы, асығымыз бар ма? Асығымызды қолымызға аламыз. Мынау өлең қоржынына кері байланыстарыңды беріңдер. Бүгін тақырыпты өте жақсы түсінген кезде жасыл мынау жәшікке қоржынға салады. Жақсы түсіндім дегендері сары қоржынға, ал әлі де ізденуін керек деген оқушы бұл тоқтан келіп сала қойсын. Тез жылда. Бұл асықты не үшін сапады? Асықты туралы айтып кетейікші кәне. Ұлттық ойыны дейміз. Және осы әңгіме барысында жеңіс егер ауылда қалса, асық ойнайтын еді деп түйдік, солай ма? Ауылда ата әжесінің қолында өссе, асық ойнар еді. Осы асықтармен сабағымызды қорытындыладық. Ал келгендеріне сабаққа қатысып белсенділік танытқандарына көп рахмет. Сонымен біздің сабағымыз аяқталды.